Бір ініміз Түркияда мысықтардың көп екенін айта келіп, ол елде мысық құрметке ие екендігін жазыпты. Ойланып қалдым. Негізі мысық тұқымдастарын, оның ішінде арыстанды құрметтеу түркі халықтарының емес, араб тілді халықтардың әу бастан салты еді ғой. Әлде уақыт өте құндылықтар өзгеріп бара ма? Арыстан тотемі керек десеңіз, исламнан бұрын көне Египет дәуірінен қалған мұра. Сфинкс мысалы. Ал түркі тілдес халықтар болса, ит тұқымдастарды сүйеді. Ит тұқымдастардың ішінде қасқырды ерекше сыйлайды, киеге санайды. Түркінің хан династиясы Ашин әулетін ажалдан осы қасқыр аман алып қалған деп санайды. Итті 7 қазынаның біріне қосады. Араб дәстүрін бойына сіңірген қала қазақтары бұны айтсан тыжырынып қалады ғой. Олар мысық таза пайғамбар арқасынан сипаған деген аңызды сүйсініп, тұздықтап айтып отырады. Ал баяғыда әжелеріміз мысықтың тілеуі жаман, ертең ана дүниеге барғанда қанша тойдырсан да ием тамақ бермеді деп арызданатын көрінеді. Сондықтан мысыққа тамақ берсен ұрып бер деп отыратын. Енді Түркияда қазір мысықтың әулие болуын ойласақ, біз бұдан ислам ықпалының жергілікті халықтың дүниетанымына қаншалықты сіңгенін көреміз. Бізде де соңғы кездері итті жамандап, мысықты мақтайтындар көбейіп келеді. Бұл нені көрсетеді? Бұл қазақ санасына араб дәстүрінің сіне бастағанын көрсетпей ме? Осы жерде тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қазақ билігінің өз стратегиясына дәстүрге жат барысты символ етіп, халқымыздың төл дүниетанымына ұйқаспайтын үлкен қателік жасағанын айтпай кетуге тағы болмайды. Сондықтан тоқетерін айтсам, бүгінгі қазақтың ит пен мысыққа деген көзқарасына бажайлап қарасаңыз, араб пен түркі мәдениеттерінің тайталасын байқауға болады дегім келеді.